Мұхтар Мағауин көк мұнар жалғасы. Кеудесіне қанат біткендей. Бөтен ештеңе де ойлаған жоқ. Ешқайда мойын бұруға мұршасы келмеді. Тіпті Гүлшаттың өзін бір-ақ рет онда да кітапханада кездейсоқ көрді. Сөйлесіп те тұра алмады. Айналасы 15-20 күннің ішінде романның соңғы түйінді тарауларын жазып тастады. Жұмыс тәмамдалды. Тек шағын эпилог қана қалды. Әуелде өзінің үлкен шаруа тындырып, соншама бетті толтырып тастағанына ризашылық, масаттық сезімі басым еді. Жөндемек, өңдеп, ақтай көшірмек болып, басынан қайта түскенде көңілі ортайып қалды. 3 жылдан астам уақыт жұмсап, қаншама тер төгіп, бар жүйкесімен, жүрегінің соғысымен елігіп жазған дүниесі енді өзіне ұнамады. Үстірт кеткен, шолақ қайырған тұстары көп екен. Тілі де алағұла. Мұның бәрінде түзетуге болар еді. 25 баспа табақтық көлемді романның бойында басқадай бір олқылық, қаламды 2-3 сілтеуден қалмай түзелетін ұсақ-түйек кемістік емес, оңайшылықпен жөнделе қоймайтын үлкен мін барын сезінді. Бірақ оның анық не екенін білмеді. Көкірегін күмән жайлағалы біраз болған. Тек дерексіз түйткіледі. Енді сол бұлдыр күмән көңіл кірбеңіне айналды. Жанын қажап, тынышынан айыра бастады. Едіге бірнеше күн ойланып барып, өзінің тығырыққа тірелгенін, одан шығар жолдың қиындығын аңдады. Ақыры ой суытып, біраз қоя тұрған жөн болар деп шешті. 500 беттік қалың қолжазба төсек астында жатқан қара шабаданның бір жақ бұрышына жайғасты. Қанша уақытқа салғанын едігенің өзі де білмейтін. Кітапхананы түгесіп, енді үйге көштің бе? Деді көнетоз пальтосымен, басындағы түгі қырқылған ескі қаракөл малақайымен, бүкіл денесімен сырттан ызғар ала келген Кенжек. Мұрнының ұшы қызарып, бет-аузы босарып кетіпті. Аса көңілді екені байқалады. Бірақ екі беті аяз зармен қабыршықтана қатып қалғандай, ар жақтан келген күлкіге ерік бермей қаймыжықтанады да қояды. Тек жылу төккен көкшіл көздері ғана жайнан қағады. Едіге жастықты төсектің басына тірей, биіктете салып, үстіне жеңіл одеял жамылып кітап оқып жатқан Кенжекке қарады да қойды. «Уф, күннің суығын-ай!» деді Кенжек екі аяғын бір-біріне соғыстырып. Аязбен қырауытқан бәтеңкесі сықыр-сықыр етеді. Апыл-ғұпыл шешіне бастады. Отты маздатып жағып қойып, пеш түбінде шай ішіп отырар ма еді? Шіркін, ауылдағы қазақтарда не арман бар екен? Сен романтиксің, Кенжеке. Математиктер реалист болуы керек. Жұмысқа жарамсыз кемпір шал болмаса, ауылдағы жұрттың қайсысы пеш түбінде демалып отыр дейсің? Тегіс мал соңында. 6 ай қыс бойы көргендері бейнет. Бүгін көңіл күйің нашар екен, деді Кенжек. Әкесі бай, ақшасы мол адамдар осылай келеді. Ал мен бүгін таң атқаннан нәр сызғам жоқ. Жаңа жолда буфеттен бір жұмыртқа жеп, бір стақан кофе іштім. Бәтеңкемнің ұлтаны сөгіліп жүр, аяғым үсіп қала жастады. Бір сыңарын жоғалтып, жалғыз биялаймен жүрмін. Менен ақша ал, деді манадан бері оқуын тоқтатпаған Едіге, енді кітапты сол ашылған бетінде кеудесіне етпеттете қойып. Қанша керек еді? Ақша бар, деп күңк етті Кенжек. Стипендиям әлі таусылған жоқ. Аяз сорған бет-аузын уқалаған күйі шоқиып, стол басына кеп отырды. Қарызға, деді Едіге. Қажеті жоқ. Ұзақ уақытқа берем, деді Едіге. Мәселен, 1 жылға, 1,5 жылға. Кандидат болған кезіңде қайтарарсың. Рахмет, достым. Ешкімге қарыздар болмай жүргенге не жетсін? Тегіннен тегін емес, өсім төлейсің, 2-3%. Оны азырқансаң, 20, 30, тіпті 50% болсын. Гопсек әкейді білуші мен? Кобзев, университеттің бұрышында отыратын етікші ме? Жоқ, Гопсек, сондай бір адам жасаған. Бұдан 140 жылдай бұрын, Парижде. Сен көп білесің. Едігенің қасына төсеккеге отырды. Әлі мен де оқимын соның бәрін. Қазір мұрсатым келмей жүр. Мынауың не? Индонезия обвиняет. Я обвиняю. Осыны жазған кім еді? Эмиль Золя. Есіме түсті. Дрейфустың ісі.
Мен айыптаймын. Азамат деп заляны айт. Қалай сілтеген, Какая чепуха, деді едіге мырс етіп. Немене чепуха? Бәрі де. Дрейфустың ісі де, Золяның бүкіл әлемге жар салған хаты да. Қызық екенсің, достым. Сыншылар, әдебиетшілер көп айтатын әлгі азаматтық ерлік деген осы емес пе? Қайдағы азаматтық, қайдағы ерлік, масқарампаздық болар. Түсінбедім, достым. Мұның қате. Өзің ойлап көр, деді едіге. Жоғары қарай жылжып басын көтеріп отырды. Ойлап көр. Бүкіл әлем апат, алапат апат алдында тұрады. Тұтас халықтар 1000 жылдар бойы жасаған өзіндік мәдениет, өзіндік өнер туғызған, бүкіл әлемдік цивилизацияға сыбағалы салмақ қосқан тұтас халықтар қырылып жатады. Жер бетінен аласталып жатады. Езіліп, жаншылып, құл-құтан боп жатады. Сол кезде өзін заманынан озып туған дана, көреген, білгір санайтын біреу мен айыптаймын. Мен бұған келісе алмаймын деп айғай көтереді. Сөйтсек, оның титығына тиген адамдық ар намысын қоздырған әлдебір елдегі әлдебір адамның өлім жазасына кесілуі екен. Неткен сорлылық. Сонда сенің ойыңша Дрейфусты өлімге беріп қоя беру керек пе еді? Дрейфусты да, басқасын да өлім жазасына кескендері жөн емес. Оларды ақтау керек, тірі алып қалу керек. Бірақ айттым ғой, бір адам бір тал шыбық, бір халық тұтас орман. Қайсысы қымбат? Қайсысы түбірінен қиылғанда мен айыптаймын деп ұран көтеру керек? Түйені көрмей құмалағын көрген деген осы. Өзіңе өзің қайшыге отырсың, деді Кенжек. Сенің ойыңша Сакко мен Ванцеттиді не істеу керек еді? Мен оларды өлім жазасына кескен адамдарды түсінем. Өз тобының мүддесі тұрғысынан келді. Яғни ақтайсың. Мен олай дегем жоқ. Ал Жәмила Бүхиретше? Әдемі қыз. Оған қандай жаза қолдану керек деймін? Егер өлім жазасына кессе, мен таңырқамас едім. Солай ету қажет. Француз отаршылары Алжирді қайткенде де ұстап қалғысы келеді. Ол үшін Жәмилалар мен Ахметтердің барлығында не атып асу керек, не түрмеге жабу керек. Сонда сен француз империалистерін, жалпы отаршылдық атаулыны ақтаймысың? Едіге күлді. Мен ешкімді де ақтамаймын, айыптамаймын да. Өмірдің заңы, тарих сабағы солай, осыны мойындау керек. Нацхваткай дейсің ғой. Сен, достым, менің білім дәрежемді, ой өрісімді тексерейін деп қалжыңдап отырған боларсың. Мұның бәрін мен де жақсы білем, сен де жақсы білесің. Кеше ғана марксистік философиядан минимум тапсырдың. Қоғамда өмір сүріп, қоғамнан тысқары қалу мүмкін емес нәрсе. Біз бәріне де жанымызбен күйеуіміз қажет. Алжир үшін де, Корея үшін де, Вьетнам үшін де. Бүкіл әлемдік империализмге қарсы күрес. Стоп! Едіге екі қолын көтерді. Мен жеңілдім Кенжекке. Логика. Кенжек мәз боп масаттанып қалды. Сенің айтып отырған пікірлерің былайша қарағанда дұрыс сияқты. Бірақ логикалық заңдылық бұзылған. Мен байқап жүрмін. Сен бұл жағына мықты емессің. Біздер математиктер... Қойдым, деді едіге. Ренжітіп алармын. Бүгін көңіл күйін көтеріңкі екен. Рас, деді Кенжек. Орнынан тұрып бөлме ішінде адымдай басып ерсілі-қарсылы жүрді. Әлденеге қуанышты сияқты. Менің жетекшімнің докторлық диссертациясы дайын болды. Құттықтаймын, деді едіге. Мұны жуу керек. Кейінгі кезде аспирант қорғамайды, жетекші қорғайды деген мақал шығыпты ғой. Өзің ақ қорғарсың. Бірақ жетекшіңнің беделді болғаны да теріс емес. Я, деді Кенжек ыржиып. Әлденеге қатты риза болған, немесе ұялып, қысылған кезіндегі әдетімен маңдайына түскен кекілін уқалай берді. Я, енді менің қолым босады. Енді, достым едіге, өзімнің кандидаттық диссертацияма материал жинауға кірісем. Неменеге кірісесің? Неменеге болушы еді? Өзімнің диссертацияма да осы уақытқа дейін қолым байланып келіп еді, енді босады.
Едіге үстіндегі одеялын серпіп тастап, төсектен аяғын салбыратып отырды. Сонда осы уақытқа дейін? Әрине, енді не бітірді деп едің? Көмектесу керек болды. Едіге жейдешең, жалаң аяқ күйі орнынан түрегеп кетті. Сен қалжыңдап тұрған жоқпысың? Несіне қалжыңдаймын? Шын айтам. Әйтпесе жуық арада бітпейтін болды. Черт с ним, Едігенің даусы шығып кетті. Черт с ним, бітпесе одан әрмен. Сонша не көрінді саған? Кенжек кекілін сұқ саусағымен ортан қолының арасына қысып ұстаған күйі қимылсыз тұрып қалды. Едігенің күтпеген жерден ашу шақырғанына таңырқаған сияқты. Әрине, деді содан соң. Тоңған адамдай екі қолын уқалап, бөлме ішінде қайтадан ерсілі-қарсылы жүре бастады. Ешкім қыстаған жоқ, орындамауыма да болатын еді. Бірақ сондай жақсы адам, үлкен басын кішірейтіп, өтініп сұраған соң, көңілін қия алмадым. Жарайды, жақсы адам екен. Ал сен кімсің? Оның құлымысың? Сен тауып бердің. Енді ол өзі ашқан жаңалық ретінде жариялайды. Осыны ойладың ба? Достым, ғылымға керегі жаңалық. Ал оны кім ашты? Бұл екінші қатардағы, тіпті ешқандай мәні жоқ нәрсе. Мен сені жаңа таныдым, деді Едіге. Қолын бір-ақ сілтеп, орындыққа сылқетіп отыра кетті. Нағыз кешші екенсің. Ғалымдық намыс, авторлық менмендік деген қайда? Өзі кандидат бола алмай жүріп, біреуге докторлық диссертация жазып берді деген не сұмдық? Есекте еңбек етеді. Содан айырман қанша? Сен мені түсінбепсің, деді Кенжек жеңіл желпі ғана тәртіп бұзып, аңдаусызда мұғалімнің көзіне түсіп қалған оқушыдай сәл-пәл жасқаншақтай ыржиып. Докторлық диссертацияны түгел жазғам жоқ. 3 тарауының 2-ін ғана әзірлеп бердім. Ақыр кіріскен соң түгел жазып шығу керек еді, деді Едіге. Бәріне де тойып біткен тәрізді. Миыңның барлық қатпарларын қазынып, қаламның ұшынан ақ қағаз бетіне суға езілген көк сияны емес, қаныңа ерітілген ақыл ойыңның сығынды шырынын еректей шұбыртып өрнек салған жазушылықта. Бағзы бір заманда осы маңайда ата-бабаларым түнеп кетіпті деп, тау-тасты қопарып, шаң топырақты ақтарып, болат жебенің тат басқан тұқылын іздеген өнімсіз тірлік тәрізді. Тінтектеп, архив қараған ғалымдықта қашты-қандай. Ештеңеге зауқы соқпайды. Тіпті қозғалғысы, жүргісі де келмейді. Ас су ішіп келу үшін ғана. Онда да күніне 2 рет амалсыз сыртқа шығып, таңертеңнен кешке дейін төсектенде тұрмастан үйде жата берді. Адамды өсіретін де, құртатын да ой. Тарихты өте жақсы білетін, сондықтан саналы оптимист дәрежесіне жетіп үлгерген Едіге мұны сезетін. Сезетіндіктен де ештеңе ойламауға тырысты. Соңғы 2-3 жылдың ішінде жиылып қалған, оқылмай жатқан, немесе үстірт қаралған кітаптарын ақтаруға кірісті. Батыс классиктерінің романдары, Жайсаң жандар сериясынан шыққан ұлы адамдар өмірі туралы шежірелер, әртүрлі тақырыптағы тарихи әдебиет. Бальзак толқытпады, Марк Твен күлдірмеді. Алыптардың қажыр қайраты, ғаламат істері одан сайын еңсесін баса түсті. Өзін жасық, жігерсіз, ақылсыз, талантсыз бейшара сезінді. Геродот, Плутарх, Тацит әлемде мәңгі ештеңе жоқтығы, ұсақ халықтар түгіл ұлы империялардың өзінің жер бетінен көшіп, іссіз жоғалатыны жайлы жар салды. Ақыры әрнені бір шұқылап отырып, өзі бұрында талай оқыған Фаустқа тоқтады. Немісше түпнұсқасымен орысша Пастернак аудармасын салыстырып кезек оқыды. Бір оқыған жерін әлденеше рет айналды. Жаны жасаң тартып, көкірегі кеңіп қалды. Өмірінде ойға алған мақсаты, істеген ісінде мағына бар қас қаламгер өзінің бойын күйкі ойларға алдырмайтынын, ештеңеден именбейтінін көрді. Қандай кепте жүрсе де, оның 18 000 қаламды жұдырықтай жүрегіне сыйғызған, әлемдегі ең бақытты адам болатынын аңдады. Понт теңізінің жағасында өмір түгескен Овидийдің, Михайловскаяда күн кешкен Пушкиннің тағдырына қызықты. Аздан соң оқуды да қойып, әлденеше сағаттар бойы қимылсыз, төбеге қарап жата беретінді шығарды.
бүкіл дүниені, тіпті өзін де ұмытқандай еді. Бір күні кешқұрым Гүлшат келді. Мүлде көрінбей кеткен соң ауырып қалған шығар деп ойлапты. Жоқ, едіге ауырған жоқ. Дені сау, рухы күшті. Ешқашан мұншама сергек, мұншама қажырлы болып көрген емес. Жалпы едіге мықты жігіт. Гүлшат біле ме екен? Едіге ғажайып болашақ күтіп тұрған адам. Иә, ол өзіне тағдырдың ерекше миссия жүктегеніне, ұлы істер тындыру маңдайына жазылған жан екендігіне кәміл сенеді. Гүлшат біле ме екен? Едігенің керемет жазушы екенін, тамаша ғалым екенін білмейді. Өзінің сүйген қызы күмәнданады. Басқа жұрт қайда мойындасын. Бірақ уақай емес. Осы таяудағы 5-10 жылдың ішінде ақ айы оңынан туады. Қазақ әдебиетіне көркемдік қуаты Толстой мен Хемингуейдің өзін таң қалдырарлық, болашақ ұрпақты ізгі сезім, асыл қасиеттерге тәрбиелейтін ғажайып шығармалар келмек. 19 ғасырда орыс романдарының Европаны басып кеткені тәрізді. 20 ғасырдың аяқ шенінде қазақ романдары бүкіл жер жүзін жаулап алады. Гүлшат Бальзактың не айтқанын біле ме екен? Наполеон қарумен бағындыра алмаған елдерді мен қауырсын қаламымен Францияға қараттым деген. Әйтеуір осыған ұқсас бір аталы сөз айтқан. Қазақ деген аз халық. Наполеонды туғыза алмады. Оның есесіне едігені берді. Иә, күлетін ештеңе жоқ. Сіздің алдыңызда ұзыннан созыла түсіп, шиқылдақ ескі төсекте жатқан сол кісі. Мақтан емес, шыны. 23 жасында, кстати, бүгін туған күні екен. Иә, әрине, кінәлі, айтуды ұмытып кетіпті. Бірақ онда тұрған не бар? 23-ке кім келмейді? Сонымен 23 жасында Толстой не бітіріпті? Стендаль мен Бальзак не бітіріпті? Еш қайсысы да. Иә, Лермонтов. Ақындар солай, ерте пісіп, ерте үзіледі. Лермонтовтың өзінің айтқаны бар. Я раньше начал, кончу раньше деп. В моем сердце, как в океане, надежда разбитых груз лежит. Сол өлеңнің аяғы. Нет, я не Байрон, я другой деген өлеңі. Әрине, Лермонтов маған кез келген қара қазақтан жақын. Бірақ мен де Лермонтов емеспін. Мен ешкім емеспін. Мен едігемін. Әрине, 23 көп жас. Біраз шаруа тындырып үлгеруге де болатын еді. Алайда менің өнерге көзқарасым басқаша. Жақсы спортшылар небәрі 100 метр жерге жүгіру үшін қаншама уақыт дайындалады, қаншама машық керек. Сонда әлгі 41 шақырым 191 метрлік марафонға ше, оған ерекше әзірлік қажет. Ал өнер жолы қартайдым деп 30 жасыңда саптан шығатын спринтерлікте, стайерлікте диссертация емес. Ол сенің бүкіл өміріңе созылған әлденеше 100 шақырымдық марафон. Ол өзің өлген соң рухың, тіршілікте жазған шығармаларың одан ары жалғастыратын мыңдаған, 10 мыңдаған, миллиондаған шақырымдық марафон. Кім шыдамақ оған? Кімнің рухы соншама сынға төзбек? Шыдағандар, төзгендер болған. Орыста, немісте, ағылшында, французда. Ал қазақта ше? Ұмыттық. Жоқ. Бірақ мен ерекше туған адаммын. Менің бойымда елтеріс, естемирлер, күл-тегіндер заманындағы көшпенділердің қаны бар. Құлашора дегенді естіп пең? Естіген жоқсың. Мен солмын. Гүлшат әуелде күле тыңдаған еді. Едігенің хикаясы тым ұзаққа созылып, мақтаны шектен шығып бара жатқан соң жалығып кетті. Сол кірген беті төсектің қасында, орындықтың арқалығына сүйенген күйі терезеге қадала қарап қимылсыз тұра берді. Арғыны қойдық. Бергі тарихқа үңілсең, тумаластарыңның талайсыз тағдырын көресің. Қорланғанда біз, езілгенде біз. Сонда неге көш соңында қалдық? Оның себебі көп. Ол өте ұзақ әңгіме. Мен тек ең бастыларының бірін ғана айтайын. Өскен халықтардың тарихына көз салыңыз. Француздар, ағылшындар, немістер. Жарайды, алысқа бармай өзіміздің орыстарды ғана мысал етейік. Онда да әйелдерін ғана. Патшалары тұра тұрсын. Декабристердің әйелдерін алшы.
жылы орын, салтанатты мекенжайын тастап, күйеулерінің соңынан Сібірге өз еркімен айдалу, сол заман үшін қаншалық жанкешті ерлік екенін түсінемісің? Бұл тек орыс әйелдерінің ғана, Европа әйелдерінің ғана қолынан келер іс. Джек Лондонның бір әңгімесі бар. Қар жауып тұр, деді Гүлшат. Жапалақтап жауып тұр. Әппақ, тура анадағыдай. Оқиға аляскалық үндіс әйелдің көзімен беріледі. Өзінің күндесі ақ әйелді көрген соң, дейді Джек Лондон, индианка не себепті үнемі бөрі ұрпақтарының мерейі үстем бола беретінін ұқты. Ата-анамыз надан боп, бізді дұрыстап оқыта алмады. Ағылшын тілін білуім жоқ қатан. Орысша аудармасынан ойша қазақшалап отырмын. Яғни, европалықтардың жер жүзіне үкім жүргізуінің сыры олардың әйелдерінің артықшылығынан. Мен европалық емес, азиатпын. Арилікте, ағылшын сакста емес, түркімін. Маған әр түрлі нәсілшілдік теориялар жат. Бірақ мен қинала отырып, дәл жаңағы сөздің шындығын мойындаймын. Қазақ халқы қазір өсті, өркендеді, жетілді дейміз. Таласпаймын. Мен бұл арада бірақ нәрсеге таласам. Біздің қазақ әйелдерінің, қазақ қыздарының оқуы емес, білімі емес, ой сана дәрежесі қазіргі заманға сай келмейді. Одан көп төмен, артта қалған көп нәрсені түсінбейді. Сыртқа шығып жүрсе ғой, деді Гүлшат. Мен бұрын соңғы тарихымыз туралы көп ойладым, деді Едіге. Жалпы, мен көп ойланам. Көп ойланатыным соншалық, кейде миым ботқаға айналып бара жатқан тәрізденеді. Кеудесін кере дем алып күрсінді. Қанша айтқанмен заман түзелді, деді содан соң. Бәрі де орнына келуге тиіс. Ұзақ триадасын жеріне жетпей аяқтаған тәрізді. Екі қолын желкесіне қойып, темір төсекті сықырлата керілді. Катокқа барайықшы, деді Гүлшат. Биыл коньки тепкем жоқ. Тұр, кейінші, а? Мен бала емеспін, сырғанақ теуіп жүретін. Жас кезімізде конькиді пимаға қайыспен шындап байлап алып, мұз үстінен түспеуші едік, енді қартайдық. Жылы төсектен тұрғымыз келмейді. Гүлшат бір түрлі жасып басылып қалды. Онда, деді батылсыздау сөйлеп, онда үлкен кісілер тіпті кәрі шалдарда жүреді. Пенсияға шыққан, немесе жұмысы жоқ шалдар шығар. Ал бізге пенсияға шығу әлі ертерек. Кенет Гүлшат бойын жазып, Едігеге жалт қарады. Жүзінде ызама, кекесін бе, қорлану ма, әйтеуір жігіт бұрын аңғармаған, қыздың бітіс болмысымен мүлде қабыспайтын өзгеше бір жан толқынының көрінісі бар. Едіге оқыс бөгеліп қалды. Өзінің тым алысқа кеткенін аңдаған. Іле анайы қалжың үшін кешірім сұрамақ еді. Бірақ қыз жалт бұрылды да тәкаппар кейіпте есікке қарай беттеді. Едігенің шақырғанына қараған жоқ, артына бұрылмастан шығып жүре берді. Арада 5-10 минут өтер-өтпесте есік қағылды. Кіріңіз, деді. Не боп кеткенін түсінбей дел сал күйде әлі төсекте жатқан Едіге. Есік сықырлай, саңлаулана ашылды да, ар жақтан бөлме ішіне 4 бүктелген бір жапырақ ақ қағаз ұшып түсті. Сол сәтінде ақ есік қайта жабылды. Әлдекімнің асыға басып, ұзап бара жатқан дыбысы естілді. «Что за глупость?» деп ойлады Едіге орнынан тұрып жатып. Қара таңба болмаса не қылсын? «Мой мальчик, ты ведь знаешь, какая я глупая. И как я тебя люблю. Так почему же ты все время смеешься надо мной? Или уже разочаровался? Если вы считаете, что я недостойна внимания, то скажите мне об этом прямо. Я не буду просить милостыни. Твоя, пока ты меня любишь, девочка». «Мәс саған керек болса», деп ойлады Едіге. Жазбаны 2-3 қайтара оқып шықты. Мынау шын тентек қыз екен. Алғашқы ескерту. Шегінейік. Қол көтермесек болмас. Жеңіл қарап өзіне өзі күлуге тырысқанмен жүрегіне қобалжу, белгісіз күдік енгенін аңдады. «Апырай», деді дауыстап, басын шайқады. «Орныңнан түстің, өлімге кесілдің» деген белгі соғылған таңбалы қағаз алған шақта пираттардың капитанының не жаны қалады екен?
Тез тұрып жуынып таранып келді де үстіне шкафта тізіліп тұрған көп костюмның дәл осы сәтте көзіне тәуірірек көрінгенін киіп қыздың бөлмесіне қарай беттеді. Гүлшат жоқ екен, мұз айдынға кеткен көрінеді. Ешкім ермеген соң үйден жалғыз өзі шығыпты. Осы жаңа ғана. Қар ұшқындап тұр екен. Ұсақ сарғыш түйіршікті, майлы жабысқақ қар. Айғыз-айғыз қоңыр бояу жағылған аспан кірлеуіт. Әр жерден жылт еткен жұлдыздар жалғыз көздерімен бір сәт жерге шақырая қарайды да, кенет жымың етіп, түте бұлтқа сіңіп кетеді. Аздан соң екінші бір жерден барып шығады. Бәлки жаңағы емес, мүлде басқа жұлдыз болуы да. Әйтеуір өте ұқсас, бірақ ол да ұзақ тұрмайды. Едіге салқын ауамен көкірегін кере дем алып, жұлдыздарға қарап, біраз жүрген соң өзінің қыста мұз айдынға айналатын университет стадионына қарай келе жатқанын аңдады. Мейлі, деп ойлады ол. Барсам барам, онда не тұр? Мүмкін менің де коньки тепкім келетін шығар. Қақпа алдына кеп аз бөгелді. Іштен көкшіл мұзбен жаңғырыға, таза ауаны кернеген екпінді музыка үні шығады. Конькилердің сыр-сыр еткен дыбысы, күлген, айқайлаған үзік-үзік дауыстар естіледі. Кіріп шығып жатқан жұрт некен саяқ. Ойынның әбден қызған шағы. Едіге қақпамен жапсарлас орналасқан кассаға барып, 10 тиынға билет алып, ішке кіре берген еді. Алдынан қарына коньки қыстырған екі қыз шыға келді. Көкшіл спорт костюмдері етпен ет боп денелеріне жабыса біткен. 12 мүшені барлық келісімді тұлғасымен айқын көрсетеді. Аңырып қалған едігені жол беріңізші, былай тұрыңызшы деп қағып сүйкеніп өтті. Денем қандай, қалай қызықпайсың? Бар ләззат менің бойымда. Кел, танысайық дегендей. Былай шыға бере арттарына қарасып қосыла күлісті. Қалада 6 жыл тұрғанымен мұз айдынның бетін көрмеген едіге ішке кірген соң Фаусттағы Вальпурги түніне еніп кеткендей таңырқай қарап тұрып қалды. Айдын беті жапыр-жұпыр. Көк ала, қызыл ала, жолақты жолақсыз, 100 түрлі костюм киген ұзынды қысқалы, үлкенді кішілі жұрт. Басым көпшілігі тіпті түгелге жуық дерлігі қыздар мен жігіттер. Біреулер қолдарын арқаларына қайра салып алып, баяу қалықтай жүзеді. Енді біреулер екі қолды қабат сілтеп жұлдыздай ағады. Білек айқастыра құшақтасып, жұптасып жүргендер де, бірінің белінен бірі ұстап, аяқтарын қатар алып, 20-30 вагондық пойыз составындай ұзыннан ұзақ шұбатыла коньки тебушілер де бар. Жеке жүрсе де, қосағымен, я тобымен жүрсе де, бәрі бірақ бағытта. Теріс солдан оңға қарай сырғанайды екен. Үстіндегі жұрт емес, астындағы ақайрандана көгерген мұз айдынның өзі алып пластинкадай шыр көбелек айналып жатқан тәрізді. Біраз қарап тұрған соң, едіге жұрттың бәрі денесін жалаңаштап тастап, жұқа спорт костюмдері тек суықтан қорғаныш үшін ғана, немесе тіпті жас қыздар мен атпал жігіттердің мүшелерін мүсіндеп, анығырақ көрсету үшін ғана киілетіндей. Жабайы биге кіріскен бұл жерде басқа көпшілік орындардағы, театрлардағы, көшелердегі сыпайы мәдениеттің, тіпті үлкен кіші, әйел еркек атаулы әуретін екі елі шүберекпен ғана бүркеген пляждардың өзінде күн тәртібінен алынбаған әдеп, тәртіп дейтін нәрселердің мүлде сақталмайтынын байқады. Таныған, танымағанына қарамастан кез келген қызды биге шақыру айып саналмайтын. Кез келген қызды кез келген жігіт бауырына басып, құшақтап жүретін. Кездейсоқ таныстық, баянсыз қатынастардың өркен жаюына толық жағдай жасалған қазіргі би кештері мен студенттік мейрамдардан бір айырмашылығы, мұнда тіпті рұқсат, келісім сұраудың өзі етектен тартқан ескіліктің қалдығы ретінде мүлде аластатылыпты. Топ ішінде жүрсін, жалқы жүрсін, байырғы сырғанақшы болсын, аяғын әлі нық баса қоймаған талапкер болсын, әйтеуір қасында меншікті жігіті жоқ, дене бітімі сымбатты қыз атаулы өзі қалаған, қаламағанына қарамастан көкпарға тартылған лақтың кебін құшады екен. Жұлдыздай ағып жүрген кез келген батыл жігіт іліп алып кете береді. Қолтықтасын, құшақтасын, шыр көбелек айналдырсын өз еркі.
Ең қызығы, жігіттердің бұл мінезі тентектік, әдепсіздік емес, серілік саналатын сияқты. Едіге талай қызды талай жігіттің іліп әкеткенін көрді. Бірақ бірде-бір қыздың ашу шақырғанын аңдамады. Мықтағанда аз-маз бұлқынып барып қояды екен. Тіпті олардың жұғысуы, ертең я арғы күні кездеспек боп келісуі, яғни аз күндік серіктерге, қала берді жай таныстарға айналуы да шарт емес тәрізді. Едіге жұрттан өзгеше әсем киінген, дене бітімі шымыр, тұлғалы бір-екі жігіттің мұз айдынды екі рет айналып өткен сайын жаңа қосақ тауып ала беретінін көрді. Әлде әртүрлі қыздың мықынын, бөксесін сипалап, әркімді бір белінен құшақтап көргеннен ләззат алатын сүр бойдақтар ма? Әлде мың қойдың ішінен бүгін союға лайық ең қоңдысын іздеген қасапшыдай, мың қыздың ішінен кезекті құрбандығын таңдап жүрген Дон Жуанның әккі жиені ме? Ол жағын біле алмады. Мұзайдың бетінде қайнаған дырду өмірге жаңа бір дүниенің есігін ашқандай таңырқай, тіксіне, әрі қызыға қараған Едіге ұзақ тұрып қалғанын, аяғының да тоңғанын әжептәуір уақыттан соң ғана білді. Сағат 9-дан кетіпті. Жын ойнағышынан Гүлшат көріне қоймады. Осында несіне келдім, деп ойлады Едіге. Гүлшат, о тоба, қыз аңдып, із баққан деген не сұмдық. Одан ары бөгелудің мәнісін таппаған, әрі қарны ашып тұрмаса да, бұрынғының 5 уақытқы намазы тәрізді, қазіргінің 3 уақытқы. Бірақ кезекте тұратын кісінің көптігінен, мұрсатының жоқтығынан өзі көбіне толық орындай алмайтын парызының бірі кешкі ас мезгілі өтіп бара жатқаны. 30-40 минуттан соң орталықтағы асханаларға дейін жабылатыны есіне түскен Едіге шетінеп тарай бастаған жұртпен бірге сыртқа шықты. Трамвай аялдамасына біраз халық жиналып қалыпты. Көбі мұз айдыннан шыққандар. Едіге келесі аялдамадан отырмақ боп алға қарай жүріп кетті. Көпшілік сарыла күткен трамвай оны екі аялдаманың арасында басып озды. Келесісін қанша күту керек? Едіге енді жаяу барма қоймен төте жол, Өзбек көшесіне түсіп төмен құлдады. Біраз жүрген соң асхана жайын мүлде ұмытып оңға, жатақхана бетке бұрылды. Бірден Гүлшатқа көтерілді. Әлі оралмапты. Өз бөлмесіне келіп шешініп төсекке жатты да Гейненің жыр кітабын оқуға кірісті. Әйткенмен көңілі тынши алмады. Орнынан тұрып қайта киінді. Есіктен шыққан бетте Бердібекпен тоқайласты. Көптен көрмеген еді. Қиылтып қап-қара қап-қазы мұрт қойыпты. Дөңес мұрнымен астаса, өңіне еркектік тәкаппар көрік беріп тұр. Үстінде әдемі көкшіл спорт костюмы, басында құлағы жымырайған, маңдайы ала жолақты тоқыма телпек. Бір қолында бәтеңкесінің бауынан салбырата қосақтап ұстаған коньки. Көңілінің хоштығы, қарнының тоқтығы, денінің саулығы айқын танылады. Күші бойына сыймай сыртқа тепсініп тұрғандай. Едіге тоқтамай өтіп кетпек еді, алдын кес-кестеп тұра қалды. Ол аз болғандай конькиін салдыратып құшақтай алды. Халғалай батыр, дейді. Өн бойында сырттағы суықтың лебі бар. Сен анада маған өкпелеп кеттің, білем, артынан түсіндім. Оның орынды екен. Жақында тағы бір бастарыңды қосам. Тағы бір минимумды өткізудің сәті, тағы бір минимумды тапсырам. Өте қуаныштымын, ықыласыңа рахмет, деді Едіге кетуге айналып. Бірақ Бердібек жібермеді. Күшті қолдарымен екі иығынан қыса ұстап алған. Сен маған өкпелеп жүрсің, деді содан соң Едігенің көзіне тік қарап тұрып. Өкпең орынды, кінә менен. Не кінәсі бар еді деп ойлады өзі жирене қарайтын кісінің құшағынан іштей тітіркене тыжырынған Едіге. Бірақ өзіне сонша жылы сөйлеп тұрған адамның қолын жұлқып тастап кетудің ретін таба алмады. Кінә менен, мен білмейді деп ойлама. Білем, жақсы білем. Сен арнайы шақырып, өз алдына сыбаға тартуға жарайтын жігітсің. Рас, астамшылығың, тәкаппарлығың бар. Өзіңді жұрттың бәрінен артық көресің. Уақасы жоқ. Сенің жасыңда бізде сондай болғамыз. Бастан өткен жай. Мен түсінем. Түсінгендіктен де сені өзіме дос санаймын. Бұл мен үшін үлкен бақыт, деді Едіге.
Біз ғылым адамдарымыз, деді Бердібек. Атаңның басы дей жаздап барып тоқтады едіге. Біз ғылым адамдарымыз. Біздің бар болашағымыз, өмірден көрер бар қызығымыз сонда. Ал қалағанының бәрі ас ішіп, киім кию де, қыз келіншекпен жүріп сейіл құру да бір күндік өткінші нәрсе. Ол үшін нервімізді кетіру, ит ырғалжыңға түсу жігітшілігімізге, адам атымызға жараспайды. Сенің көп нәрсені түсінетін саналы жігіт екеніңе көзім жетті, деді едіге. Рахмет, деді Бердібек едігені қайта құшақтап. Сен екеуміз тіл тапса аламыз. Ал бара ғой, жолыңнан қалдырмайын. Гүлшат жаңа келген екен. Киімін ауыстырып қана үлгеріпті. Өңінен әлі аястабы кете қоймаған. Бетінің ұшы болмашы қызарады. Сөйлеспей, я шықпай қояр деп еді, түк болмағандай жайраңдап қарсы алды. Мұз айдын тамаша, ашық аспан астында, таза ауада бойы сергіп, көңілі көтеріліп, рахаттанып қалған көрінеді. Тек шалбарының бір балағын жыртып алыпты. Қайсысына барды? Ол құпия. Тек университет стадионына емес. Өзі коньки теп алмайды. Қымбат уақытын шығындап бекер іздеген. Іздеген жоқ па? Дұрыс болған. Бәрібір таба алмас еді. Мәселен, келесі демалыста тауға, шаңғы тебуге барады. Алатаудың қай жықпылынан іздемек? Әрине, таба алмайды. Бірге барса жөн. Көп уақыт кете ме? Мейлі, өзі білсін. Зорлап тұрған кім? Айтпақшы, бүгін бір жігітпен танысты. Неге хақысы жоқ? Бас еркі өзінде. Қаласа бір емес, 10 жігітпен танысады. Өзі осы уақытқа дейін қанша қызбен жүрді екен? Белгілі нәрсе ғой. Бұзылайын дегені емес. Ересек тартқаны, ақылының толысқаны. Бала емес, жасшыға 18-ге келеді. Я, қалжыңы емес, шыны. Онда не тұр? Өзі сұлу жігіт болса, өзі ақылды, өзі білімді жігіт болса, өзін дүниенің тұтқасымын деп ойлайтын адам жалғыз бұл емес. Әйткенмен, мәселе онда тұрған жоқ. Көңіліне ұнамаса, қыз жігіттің ақылына да, біліміне де қарамайды. Ал мына жігіт едігедей данышпан бола қоймас, бірақ оның есесіне жұғымды. Әңгімелескен кезде қай жерімнен мін табады, қайтсем жағам деп қорқып отырмайсың. Ұнап қалды. Ол да білді демейді. Ұнағаны рас. Жарайды, қалжыңдады. Сонша қисынсыз өтірікке қалай сенді? Осының өзі сүймейтіндігінің белгісі. Сүйген адам сенеді. Ештеңеден күдіктенбейді. Жай ойнағанға сонша бүлінуге бола ма? Жоқ, бүгін уақыты жоқ, шаршап келді. Қазір ұйықтайды. Ертеңде уақыты жоқ, бүрсігүні де, арғы күні де, келесі аптада да. Опера тыңдаудан да, кино көруден де жалықты. Кәрі кемпір емес қой, басқа ештеңе білмейтін. Жоқ, уақыты жоқ. Енді қысқа емтихан сессиясы басталады. Дайындалуы керек. Онсыз да қорқып жүр, құлап қалам ба деп. Енді оқымай болмайды. Мазаны алып көп келе бермегені жөн. Қайырлы түн. Жоқ енді. Кеш боп кетті. Сағат 11:30. Ұйықтау керек. Ертең де, бүрсігүні де, келесі аптада да, арғы аптада да, бір айға шейін. Келсе, сабағына бөгет жасайды, ойын бөледі. Білмейді. Бәлки уақыт табылып қалар, ойланып көреді. Кстати, әлгі жігіт жөнінде айтқаны рас. Қайырлы түн. Ертемен қалтасындағы 2 тиындық қара бақырларының бір екеуін жұтқызып, әрең дегенде автоматтан телефон соқты. Профессордың қайтып оралатын уағы боп қалған. Іздеп жатуы да ықтимал. Қалайда хабарласқан жөн. Ар жақтан темір татыған шыңылтыр дауыс естілді. Да, я слушаю. Маған профессор Бекмұхамедов керек еді, деді өзінің дәл сол үйге түскеніне күмәнданған едіге. Я Бекмұхамедов. Но, к сожалению, я не профессор. И, к несчастью, никогда не стану профессором. Хотя быть профессором – одно удовольствие. Но такова моя судьба. Шатысып, басқа телефонға түсіп кеткен болды. Қалтасын ақтарып, тағы 1-2 тиындық тапты. Асықпай, саспай, қажетті номерді мұқият теріп алды. Я слушаю вас. Тағы да жаңағы дауыс. Извините,
2, 53, 17? Да, вы угадали. Это квартира профессора? Да, черт побери. Это квартира профессора Бекмухамедова и его сына, студента-второгодника, тоже Бекмухамедова. Стыд и срам. Папа дома? Я же вам сказал, ни папы, ни мамы нет. Поэтому-то я напился, так сказать, с горя. И не задавайте мне больше таких глупых вопросов. Эй, постой, ты не можешь? Как тебя там зовут? Не можешь ли занять мне денег? У меня были, но разошлись. Займи, пожалуйста, совсем немного. Рублей 100, 150. А? Нет? Положи трубку, раз ты такой нищий. Едіге профессордың Мәскеу мен Ленинградқа сыймай Алматыға келген. Енді бір институттан екінші институтқа қонақтап жүрген. Баласымен бір әйел жіберіп үлгерген сырдаң ұлы барын білетін. Өзін көрген емес. Кафедрадағы Бәкен сияқты зиялы жігіттер жалғыз баланы тыюсыз ұстап, жындығып жіберген профессордың ерке бәйбішесін кінәлап, пыш-пыш әңгіме соғып отыратын. Алғаш естігенде жетекшісіне жаны ашығаны бар. Бірақ Мейірбан шалдың жалғыз ұлы мұншалық шектен шыққан бейбастақ деп ойламаған. Телефонмен сөйлескен соң көз алдына мұрны қып-қызыл, бет-аузы ісіңкі, сол жақ маңдайына пышақ тиген үлкен, ұзыншақ тыртығы бар, жасы 40-45 шамасындағы бұйрабас, арық қара кісі елестеді. Аузынан сасық арақ иісімен аралас былапыт сөздер төгіліп жатқан профессор ұлының өзі шамалас екенін білетін. Бірақ қанша қиялдаса да көз алдына сұлуша жас жігітті елестете алмай-ақ қойды. О, тоба, деп ойлады содан соң. Қандай ақылды, қандай білімді кемеңгер адам. Әйелі қандай мінезді кісі. Екі асылдың арасынан шыққан жалғыз баланың сыйқы мынау. Сонша сөйлескенде өзіне қажетті бірақ ауыз сөзді профессордың әлі келген-келмегенін біле алмапты. Тағы да телефон соғуға ойы кетіп тұрды да, тфу деп жерге түкірініп, университетке қарай беттеді. Кафедрада жалғыз Бәкен ғана отыр екен. Профессордың қиғаштай төр жақ бұрышқа қойылған үлкен столына, алдына қағаз, қолында 6 қырлы жуан қызыл қарындаш, қанатын жая жайғасыпты. И.О. Кафедра меңгерушісінің міндетін уақытша атқарушы. 2 ай ішінде шоқтығы биіктеп, қоңданып қалыпты. А, бала, деді ыңырана сыздап. Біз сені мүлде жоғалтып қойып ек. Қайда жүрсің? Осы төңіректе, деді едіге. Марқұм Мұхтар Әуезов айтушы еді. Осылай отырғанда Құдай толмаған Толстойлар мен болмаған Шекспирлерден сақтасын деп. Мұхаңның сөзі бұдан басқашалау. Сен таласпа. Әуезовті менен жақсы білетін қазақ аз. Сендер сырттан көріп, лекциясын ғана тыңдадыңдар ғой. Ал біз әлденеше жыл қызметтес дос, үзеңгілес жолдас болған. Онымен ауызба ауыз сөйлескен, жүзбе-жүз сырласқан адамдармыз. Я, ондай ұлы адам енді дүниеге келмес. Қара сөздің қасқа шебері ғой. Сәбит те, Ғабит те, Сәкен де, Ілияс Бейімбет те. Революция өмірге әкелген тұтас бір ұрпақ өкілдері. Қарайсың да таң қаласың. Қандай ұлы тұлғалар. Жазушы деп, ақын деп соларды айт. Ал қазіргілер немене? Өңшең кәкір шүкір. Тумайды ғой мұндай адамдар. Тумайды енді қайтып. Қазақта тумайды. Бар шығар, деді едіге. Жүрген шығар. Я, әзағаң бар. Бірақ ол да бұрынғының адамы. Ал бүгінгі жұрт немене? Бүгінгі жұрттың ішінде өзіңізде кетіп қалмаңыз, деді едіге. Бәкен жалт қарады. Бірақ мүлайым қалыпта отырған едігенің жүзінен кекесін ізін таба алмаса керек. Бізді қойшы, деді көкке қарап күрсіне есінеп. Біз ғылым соңында жүрген қарапайым еңбеккерміз. Узкий кругке арнап қана жазасың. Жалпы жұрт жапырлап оқыған жазушы болмаған соң еңбегін көрінбейді. Тиісінше бағаланбайды. Бағалану үшін әзағаңдардың жасына келу керек. Денсаулығыңыз мықты ұзақ жасайсыз, деді едіге. Ой-бой, шырағым, бізде не денсаулық бар дейсің? Осы жақында ғана соқыршек боп операциядан тұрдым. Көңіл сұрап келуді де білмейсіңдер.
Бүйрегім, бауырым, жүрегім бәрі ауырады. Ғылым соңында жүргенде тапқан олжамыз. Осы ауру сырқаудың кесірі емес пе? Әйтпесе, баяғыда-ақ докторлығымды қорғап алар едім. Бірақ Құдайға шүкір, бітуге жақындадым. Осы жуық арада алғашқы нұсқасын әз ағаңның төрелігіне салам. Сол кісінің оралуын күтіп отырмын. Енді 10 шақты күнде келіп те қалар. Қарындашының түбімен столды тықылдатып, ойға батқан қалыпта аз отырды. Содан соң едігеге қарап, ұлық кейіптене жымиды. Тәртібің түзу болса, дұрыс жүріп, дұрыс тұрсаң, күндердің күнінде сен де ғылым адамы болып шыға келесің. Солай бала. Сіз маған Толстой мен Шекспир туралы бір әңгіме айтпақ болдыңыз ғой деймін. Иә. Мұхаң марқұм айтушы еді. Бір жүрген кезімізде Құдай шала піскен Шекспирлерден сақтасын деп. Сонда жарықтық біліп кеткен ғой. Өзінен соңғы ұрпақтың әлсіз жақтарын. Қолма-қол қабарып, ісіп кеуіп шыға келесіңдер. Үлкенді сыйлау, әдеп, зет деген ұмытылған. Есіктен сықаламай жатып төр менікі дейсіңдер. Біз өзіміз аспирант кезімізде үлкендердің райын бағып, ұлыпып тұрушы едік. Содан кеміп кеткеніміз ғане. Әй, білместіктерің көп-ау, көп. Үйретіңіз, деді едіге. Сен бала кекетпе, деді Бәкен лезде сұрлана қалып. Сенің бар қасиетің профессор Бекмұхамедовтың аспиранты екендігің. Аңқау ақсақалдың басын айналдырып алғандығың. Бірақ қанша кәрі шал санағандарыңмен ол да сезімсіз кісі емес. Білмесе, білдіреміз, көзін жеткіземіз. Әзекең кеткелі 3 айға тарта уақыт өтті. Ал, айтшы, не бітірдің? Мен сізге есеп беруге тиісті емеспін. Бергенде қалай бересің? Қазір фольклор факультетінің меңгерушісі менмін. Кафедраның меңгерушісі профессор Бекмұхамедов. Ол кісі орнынан түсті деп естігем жоқ. Жарайды, сөзден ұстамай-ақ қой, шақыстыра алмайсың. Әзағаң мені бағалайды. Хош, келесі аптада есебіңді тыңдаймыз. Қай тұрғыда? Не бітірдің, не таптың, ғылымға қандай үлес қосып жатырсың? Неге осыншама көпсіп жүрсің? Сол тұрғыда. Біраз нәрсе табылған сияқты, деді едіге. Бірақ оны өзіңізде түсінерсіз. Көлденең жұртқа жария етуге болмайды. Бәкен ойланып қалды. Мұның да жөн, деді содан соң. Қазір ғалым атын жамылып жүрген қолары көп. Бірі болмаса бірі пайдаланып кетуі мүмкін. Ал Әзағаң екеумізге сенуге болады. Әзағаң өзіңнің әкең орнындағы адам, жетекшің. Мен де алыс емеспін, жақын ағаңмын. Бәріміз де 6 арыс орта жүздің баласы екеміз. Бізге сенуіңе болады. Ақыл кеңесімізді аямаймыз. Мен ашқан жаңалықтың ғылыми мәні зор. Тек қазақ үшін ғана емес, барлық түркі халықтары, қала берді бүкіл адамзат мәдениетінің тарихы үшін ерекше маңызы бар мәселе. Тек толық игеруге өте көп күш қажет сияқты. Мен соавтор болуға, яғни қолымнан келген көмегімді аямауға көрсетуге әзірмін, деді Бәкен. 2-3 жұтынып барып әрең айтты. Түкірігіне шашалып қалды. Майғабыңыз, Құдай тағала басыңызға саулық берсін, деді едіге. Рахмет айналайын. Інісі бардың тынысы бар деген. Сендердің арқаларыңда айтып бейтіп жүріп жатырмыз ғой. Шаңғы теуіп арқараулап жүрген шағымда, деді едіге көзін көкке төңкере, әрбір сөзіне айрықша салмақ, ерекше мән бере сөйлеп. Шаңғы теуіп арқараулап жүрген шағымда, мен соңғы 3 айды туристік сейіл серуенмен өткіздім ғой. Аңшылық құрып, Алатауды аралап жүрген шағымда, Талғар шыңының күнгей бетіндегі аюлы шатқалынан әлі ғылымға белгісіз болып келген құпия сырлы жазу таптым. Тастың бетіне қашалған ба, деді Бәкен. Алға қарай еміне отырды. Иә, тасқа қашалған. Және жазудың беті бізге құрамы белгісіз бояумен сырланған. Мұнысы қызық екен, деді Бәкен. Иә, бірақ ең ғажабы, бұл жазу көне түрік таңбаларына да, соғды, я араб жазуына да ұқсамайды. Санскрит те, иероглиф те емес. Латын, грек, славян графикаларына да келмейді. Көне түркі руналары мен араб алфавитінің арасындағы таңбалар тәрізді.
Бажайлап зерттегенде сол екі жазудың ғана элементтерін таптым. Нақты ғылыми қорытындылар шығаруға ерте. Бірақ менің ойымша, революциядан бұрын қазақтар пайдаланған. Біз арабша деп жүрген қадым жазуы. Көне түркі руналарының ғасырлар бойы жетіле келе, қазақ жағдайына сәйкес жаңа түрде қалыптасқан. Тұра тұр, деді Бәкен. Қалай боп кетті? Менің әрине қателесуім ықтимал, деді Едіге. Білім, ой өрісім жетпейді ғой, әлі де көп іздену керек. Сол жазулардың өзің қайта табаламысың, деді Бәкен. Даусында үміт пен күмән аралас ыза бар. Көзі анық ештеңеге жетпеген соң үркітіп алмайын дейтін сияқты. Соңғы аптада қалың қар жауып борасын соқты. Тауда бірнеше жерде көшкін болды деседі. Әйткенмен тауып қалармын. Қай жерде дедің? Үлкен талғар шыңының терістік беткейіндегі есікті шатқалында, теңіз деңгейінен есептегенде 3750 метр биіктікте. Бәкен бүйі шаққандай орнынан ыршып атып тұрды. Бар салмағын жұдырықтары тарс түйілген екі қолына салып, стол үстіне төне күжірейе еңкейіп тұр. Өлшедің бе? Деді екейінен демалып. Ой шашамаладым. Сенің мәселеңді ректораттың алдына қоям, деді Бәкен қалш-қалш етіп. Содан соң столды жұдырығымен періп қалып, орындыққа қайтадан сылқ етіп отыра кетті. Әттең, әзағаң, көрер едім қалай тайрандағаныңды. Қаншама дарынсыз, қаншама надан садағанымен, жылмақайлығынан, екі жүзділігінен қаншама жиренгенімен Бәкеннің бір сөзі ой салды. Ол Едігенің әзірше ғылымға ешқандай үлес қоспағаны, ашып тастаған ештеңесінің жоқтығы емес, уақытының көбін өнімсіз әрекетпен бос өткізіп жатқаны, бірдеңе тындырсам деген талаптың кемдігі. 23 жылдық өмірінде бір айтулы іс жасамағаны сол тоғышар салқаулықтың ғана нәтижесі. Осы сейілдегені жетеді. Енді шындап күресуі қажет. Архив алғашқы күні қатты шошытқан. Картон тысты, шүберек тысты, лидерин тысты, немесе жұпыны ғана түптелген жуанды жіңішкелі әр түрлі папкалар. Қара сиямен, көк сиямен, қоңыр сиямен, химиялық қарындашпен, жай қарындашпен шағатай тілінде, орыс тілінде, қазақ тілінде, араб алфавитімен, латын алфавитімен, славян алфавитімен төрт бұрышты, ұзыншақ, сопақ, енді енсіз, неше түрлі формадағы ақшыл, көкшіл, сарғыш түсті, жылтыр, болбыр, қалың жұқа қағаздарға жазылған, ондаған, жүздеген адамдардың қолынан шыққан әртүрлі деректер, мәліметтер, өлең жырлар, ертегі аңыздар. Едіге өзін құбылнамасыз, қару жарақсыз, тағы аңдар, ғажайып мақұлықтар жайлаған соқпақ, сорап салынбаған ну жыңғыл орманға түсіп кеткен бишара жиһангез тәрізді сезінді. Ұшы қиыры жоқ, неден басталып, немен аяқталатыны белгісіз ұшан теңіз мол дүние. Көңілге қонарлықтай тәртіпке де келтіре қоймаған, ыбырсып жатыр. Бірнеше күн бойы отырып, ішіне бойлап енген соң, Едіге көлденең жұртқа шаң қапқан, сарғайып тозған ескі қағаздар басқан, тек жауырыны қушиып, белі бүкірейген, көзілдірікті ақбас шалдар ғана келетін қапас мекен ретінде ғана елестейтін, атының өзінен көнеліктің, қаусағандықтың лебі есіп тұрған архив аталатын мекемелердің, дүниедегі ең бір ғажайып сырлы ақындық рух жайлаған, өткен өмірдің қаңқасы жерленген табыт емес, болашақ өмірдің ұрығы себілген құт қабырға екеніне көзі жетті. Үнемі санаулы ғана адамдар отыратын, қос терезенің үлкен әйнегінен қысқы ызғырық күнге мүлде үйлеспейтін шұғылалы жарық төгіліп тұрған жып-жылы шағын залға кіріп, меншікті столына отырып, қолына жаңа папка алған сайын өзін фантастикалық романның уақыт машинасына мінген кейіпкерінде сезінетін. Әуелде қолына түскен дүниелердің дені көпшілікке белгілі, бұрын баспа бетіне шыққан ескерткіштердің түпнұсқалары еді. Уақыт жұмсап шұқшия қараған жоқ. Әйткенмен, жай шолып өткенде ресми нұсқаларымен арада бірлі жарымды айырмашылықтар да ұшырасатынын, мұраны алғаш жариялаушылар түпнұсқаны үнемі пір тұтып, нақты көшіре бермегенін, кей араларын таптық көзқарас, идеялық күш беру үшін қысқартып, я ұзартып, өңдеп, жөндеп жіберіп отырғанын аңдады.
өзінен бұрын да әркімдер ақтарып көргені, оқығаны байқалатын талай материалдың шынында да идеялық қазығы әлсіз, жат пікірді уағыздайтын, көне дәуірдің кертартпа көзқарасы тұрғысындағы зиянды шығармалар екеніне тәнті болды. Ешқашан баспа бетін көрмейтін, бірақ сыртқа шығарса ақ ел аузына тарап кеткелі тұрған, бір кезде әлдекімдер көңіл бөліп ойдан шығарған, екінші біреулер бұл да қажет нәрсе ғой, бәлки іске асар деп архивке өткізген әртүрлі мазмұндағы боғауыз өлеңдер, әдепсіз әңгімелерді оқып адамның пендешілігіне күлді. Әйткенмен келесі аптаның өзінде ақ тым құрыса 40-50 тең шешіп, 2 ай отырмай жатып, ренішті де, күлкіні де ұмытуына, шегін тарта таңырқауына тура келді. Қалың бумалардың бірін ақтарып отырып, тіліне, өлең құрылысына қарағанда көне дәуір туындысы екені аңғарылатын, кейінгі заман қоспаларынан таза, өткен ғасыр ішінде қауырсын қалам, қара сиямен патша өкіметінің әкімшілік мекемелерінің бірінің формалы іс қағазына жазылған, бұрын еш жерде аты аталмаған, ешкім білмейтін шағын эпикалық жырдың үстінен түсті. Әуелде Алла тағаланың өзі жолына жақұт тастарынан шашу шашқандай, сол асыл тастардың жарқылынан жүзі алғандай, алдында жатқан қолжазбаның бетін ақ қағазбен асығыс бүркегенде, демі бітіп, отырған орнында шегеленіп, әлде қайда қадала қарап, қимылсыз қатып қалған. Содан соң үй иесі үстінен түсіп қалама деп сескенген тәжірибесіз ұрыдай жан-жағына қауіптене, қорқақтай көз тастап, қызығына ортақтасар ешкім жоқ екенін аңдаған соң құныға, асығыс оқуға кіріскен. Аяғына жетпей-ақ бұл көне жырдың көркемдігі аса жоғары, әдебиет тарихы үшін мәні зор, елеулі дүние екеніне күмәні қалмаған. Уақыт оздырмай мұқият көшіруге кірісті. Ертеден кешке дейін тапжылмай 5-6 күн отырып, бар шиыртпағын тарқатып, қадымнан қазіргі жалпы жұртқа түсінікті жазуға аударып, қағаз бетіне толық түсіріп алды. Қате кетпесін, жалғыз жарым жылдары қалып қоймасын деп қайтара тексеріп салыстырып шықты. Ал сізге жаңалық керек болса, доцент Бәкен Тәңірбергенов жолдас, деп ойлады іште қатты масаттанған едіге, өзінен басқа тірі пендеге тегіс беймағлұм дүниенің 40-50 беттік көшірмесін папкасына салып жатып. Менің кім екенімді енді білерсіз. Әй, сенде, деді содан соң Бәкенге осыншама мән бергені үшін өзін-өзі сөгіп. Доцент емес, есекпен тайталасып абырой аларсың. Ну и к черту его. Әзаған қуанатын болды. Қалай қуанар екен? Тек мен жария еткенге дейін тағы біреу үстінен түсіп жүрмесек еді. Жап-жас болып архив ақтаратынына, сауатсыз жұртқа Қытай жазуы тәрізді көрінетін, ал қарттар өзімізден басқа ешкім танымайды деп санайтын арабша қолжазбаларды еркін оқитынына әркімдердің таңырқай қарайтынын, өзіне назар аудара бастағанын едіге соңғы күндері ғана байқаған. Бұл неге сонша үңілді деп әбестенсе, мына дүниелерді олардың да көруі анық. Қазына жасырған буманы неғұрлым көбірек ұстаса, соғұрлым қауіпті. Көңіліне күдікті пікір қонақтап, май ішкен жайсыз күйге түскен едіге өзінде жиналып қалған папкалардың үстіне бұрын қарап кеткен бірнешеуін тағы алды да 10 шақтысын бірақ өткізді. Әйтеуір ақтарып жатыр десін деген оймен тағы әлденеше бумаға заказ берді. Ала-сала асықпай аударыстыруға кіріскен. Көп ұзамай тағы да осы уақытқа дейін жұртшылық алдына тартылмаған және ешбір еңбекте аттары аталмайтын беймәлім нәрселердің ұшығы шыға бастады. Бұрыннан мәлім жырдың белгісіз себеппен қағыс қалған жаңа бір нұсқасы, жекелеген деректер, қосымша мәліметтер. Алғашқы көнбедей мәнді деу қиын, бірақ мүлде елеусіз қалдыратын әрсізде дүниелер емес. Бұл жолғы партияның пайдалы әсер коэффициенті сол-ақ екен. Қалған бумалардан қанша сарылғанмен ештеңе табылмады. Едіге өзінің жұлдызына сенетін. Әйткенмен де мұншама ақжолтаймын деп ойламаған. Еңбексіз, толғақсыз, айналасы 3 аптаның ішінде ұсақ түйек, кәкір-шүкірді есепке қоспағанның өзінде бір диссертацияға жүк болатын құнды дүние табылды. Егер мен осы жаңалықтарды орыс әдебиетінен ашсам, маған қорғаусыз докторлық атақ беріп, академик сайлар еді, деп ойлады көңіліне астамшылық енген едіге. Өзін бір ғұнға қарағанда рухани жағынан әлде қайда өскен, әбден марқайған адам сезінді. Я,
бір ауыздан мені ұлттық қаһарман деп жариялар еді. Ал менің осындай адам екенімді қазақ арасында кім біледі? Білмейді. Білсе де бағаламас еді. Бірақ мен бағалауға мәжбүр етем, танытам өзімді. Көшедегі адамдардың бәрі бейшара көрінді. Бәріне де менсінбей, біріне мүсіркеп, біріне күле қарады. Әйткенмен, бұл көтеріңкі әуен ұзақ сақтала алмады. Көңіліне күдік кірді. Сөз жоқ, менің тапқаным құнды дүние, деп ойлады ол. Бірақ ондаған жылдар әдебиетіміз зерттеле бастағаннан бергі 1,5 ғасыр бойы көзге шалынбай, жасырын жатқан қымбат қазына дәл менің қолыма түсе қалатындай не еңбек істеппін? Түк те істегем жоқ. Бар бітіргенім 15 күн архивте отырғаным ба? 15 күн қағаз ақтару кімнің қолынан келмейді? Демек, мен ашқан, қолға түспес керемет жаңалықты кез келген сауатты адам, кез келген тәуір студент аша алады екен. Оп-оңай, әншейін ғана нәрсе. Кез келген адамның қолынан келеді. Оған бола соншама күпсінудің реті жоқ. Осы ойға тоқтаған соң көңілі жайланды. Өзінің әдепкі қалпына түсті. Бірақ алғаш созылған қолға іліне кеткен. Соншалық оңайда тұрған нәрселердің осы уақытқа дейін неге құпия болып келгендігіне таңырқаулы еді. Ол жас еді. Сондықтан шолақ ойлап келте қайыратын, көп қателесетін. Небір күштілерді ырқына түсірген өмір өзінің алдында да талай рет ащылы тұщылы сабақтар тартар деп ойламаған кезі.